Сәлем қайырлы достар. Қыстайғы тұрған мотоциклді теппес бұрын алдымен мына бір қанша дүниелерін тексеріп реттеп алғаныңыз дұрыс. Ол мотоцикл моторының ұзақ уақыт жұмыс жасау үшін өте маңызды. Енді сіздерге әзір осы қона моторы арқылы көрсетіп беретін боламын. Бірінші ең алдымен свичке келіп тұрған тоқты тексеріп алуларыңыз керек. Өйткені бұл тоқтың күшті әлсіздігінің өзі мотоцикл моторының дұрыс жұмыс жасауына қатты әсер етеді. Әзір жақсы тоқ беріп тұр, сіздерге жақындатып көрсетейін. Дәл осындай қатты жарқылмен ұрғанда бұл мотоциклдің свичке беріп тұрған тоғы өте жақсы деген сөз. Егер бұдан әлсіз болса, ол мотоциклдің оталуына да қатты әсер етеді. Енді бұл тексеріп реттеуге әкеліп тұрған мотоцикл. Мен бұны свичінің қандай жұмыс жасап тұрғанын білмеймін, сондықтан да свичті міндетті түрде айырбастап жүремін. Ал егер сіз өз мотоцикліңіздің свичіне сенімді болсаңыз, сонда айырбастамай қойғаныңызға да болады. Мына свич әзір қарай кеткен, бұл свичтің немесе карбюратордың дұрыс жұмыс жасамайтындығын көрсетеді. Көп санды кісілерге мотоцикл оталмай жатқанда тоғын тексер десеңіз, тоқ келіп тұр деп айтады. Ол тоқ келіп тұрған күннің өзінде тоқтың күшті әлсіздігінің өзі мотоциклдің оталуына әсер етеді. Жаңағы видеодағы көргендей ток жарқылдап чартылдаған дауыспен келіп тұрса, ол дұрыс беріп тұр деген сөз. Ал егер ол әлсіз болса, келіп тұрған ток, ол мотоциклдің оталуына да әсер етеді. Екінші, міндетті түрде фильтрді тазалаңыз. Енді бактың ішінде арнаулы өзінің фильтрі болады. Сол фильтрдан өткен қоқсықтар осы астыдағы тұнба стаканшыққа түсіп қалады. Сондықтан осы стаканшықты міндетті түрде тазалағандарыңыз дұрыс. Кейбір мотоциклде мынандай үлкен стаканшық болмайды, десе де осы краниктің астында кішкентай өзінің тұнба тұратын қазан жасы болады. Соны алып міндетті түрде тазалауларыңыз керек. Енді біз көп жағдайда қыста мотоциклді күзде күні теуіп келеміз. Қалай тоқтайды, бақтағы бензин солай қалай береді. Негізгі бақта бензин толып тұру керек, не болмаса бақтағы бензинді бірақ түсіріп тастау керек. Сол кезде ғана бак шірімей ұзақ уақыт жұмыс жасайды. Әрі көктемде бакты да фильтрді тазаламай жұмыс жасауға болады. Енді осы мотоциклдерде бактың ішінде арнаулы өзінің фильтрі болады. Десе де ол 1 жыл, 2 жыл жұмыс жасағаннан кейін ол фильтр дұрыс жұмыс жасамай қалады. Енді кейбір мотоциклдерде астынан сол фильтр алынады, енді кейбір мотоциклдерде тоттанып алынбай қалады. Сондықтан біз ол фильтрға көп тиіспейміз, ол фильтр өз орнында тұра берсін. Осы екі орталыққа осындай кішкентай фильтрлар бар әзір. 100-150 теңгенің көлемінде. Осындай фильтр салып қойсаңыз, бұл фильтрда карбюраторға жөп-жөңке ұсақ дүниелер жібермейді. Сіздің карбюраторыңыздың бітелуіне, барлығына дұрыс жұмыс жасайды. Яғни карбюраторыңызды ұзақ уақыт жұмыс жасауына кепілдік етеді. Сондықтан көктемде бакты тазалаған кезде міндетті түрде осы фильтрді да қоса қойып кеткендеріңіз дұрыс. Одан кейін мотоцикл моторы үшін ең маңызды дүниенің бірі ол карбюратор. Сондықтан карбюраторды да бірқатар тексеріп кеткеніңіз дұрыс. Енді бұл карбюраторлардың астында отстойдың шлангысы болады. Бұл шлангысы түсіп қапты. Енді осы отстойдың астыңғы болтты босатып, осы карбюратордегі тұрған бензинді міндетті түрде төгіп тастау керек.
Егер ол бензин төгілмесе, сіз астыңғы болтты шешкенде де төгілмейтін болса, онда карбюраторыңызды алып міндетті түрде тазалағаныңыз дұрыс. Өйткені ол жаңағы астына келген тұнба карбюраторды бітеп қалады. Сондықтан міндетті түрде осы карбюратордың астындағы бензинді төгіп тастау керек. Карбюраторды реттеп тазалап болғаннан кейін міндетті түрде боздықты да тазалап кеткеніңіз дұрыс. Өйткені боздық мотоциклдің тыныс алу жүйесі деп айтсақ та болады. Бұл боздықтың таза болуы карбюраторыңыздың ұзақ уақыт жұмыс жасау үшін және мотоцикл моторының ұзақ уақыт жұмыс жасау үшін өте маңызды. Сондықтан мотоциклді теберден бұрын міндетті түрде боздығын бір рет тазалап қойыңыздар. Егер шаң топырақ жерде жүретін болсаңыз, оны үнемі тазалап тұрғаныңыз дұрыс. Енді осы боздықтағы фильтрді көбінесе ферримен жуғандарыңыз дұрыс. Бензин сәлерге тигізуге мүлдем болмайды. Ферримен кәдімгідей ақырын сықпалап, ыспай жуып, одан кейін кепкеннен кейін сәл май жағып барып қойсаңыздар болды. Ол фильтр жақсы жұмыс жасайды сол кезде. Міне бұлағы фильтр. Шөп шалаң жүр мынада. Фильтрді мүлдем алып тастапты. Енді бұлай қалай мотоцикл тебуге болады? Егер бұлай жұмыс жасауға болатын болса, Қытайда бұл фильтрді салмас еді. Әр нәрсенің өзінің ролы, өзінің атқаратын жұмысы бар. Сондықтан бұл фильтрді міндетті түрде салу керек. Енді бұл фильтрді қалай тазалау туралы YouTube'да біздің арнаулы видеолар бар. Соларға өтіп көрсеңіз де болады. Мотор үшін ең маңызды ол майы. Сондықтан майын көктемде мінер алдында міндетті түрде айырбастауыңыз дұрыс. Енді көп саны кісілер сұрап жатады, қанша уақытта, қанша километр жүргенде айырбастау керек деп. Негізі отставкадан шыққаннан кейін мотоцикл майы сіздің жүрген жолыңызға емес, жүрісіңізге қарай, сіз қалай қинап тебетін болсаңыз, соншалықты көп айырбастауыңызға тура келеді. Әрі өзіңізге тез табылатын, үнемі табылатын майдан айырбастауыңыз дұрыс. Өйткені ол бір май, үнемі тұрақты бір майды айырбастау мотор үшін өте жақсы. Егер сіз табылғанын айырбастай берсеңіз, ол моторға да кері әсер етеді. Сондықтан негізі үнемі табылатын майды айырбастағаныңыз дұрыс. Әрі бір маркадағы май болса, тіптен жақсы болады. Мотор үшін қажетті тексеруге тиісті біраз нәрселерді айтып кеттік. Енді мотоцикл рамасында да солай тексеруге тиісті дүниелер өте көп. Торымыздан тартып, барлығын бір қатар реттеп тексеріп шыққаныңыз дұрыс. Ол сіздің қауіпсіздігіңіз үшін аса маңызды. Жақсы, келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.